Саламатсыз құрметті оқушылар, бүгін сіздермен жаңа тақырып өтетіміз электр өрісінің жұмысы. Электр өрісінің жұмысы. Электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Біз мынандай бір құрылғыны алайық. Бізде мынандай бір екі пластина болсын. Екі пластина, бір пластина толығымен оң зарядталған. Екінші пластина теріс зарядталған болсын. Бұл пластина негізі конденсатор деп атайды, но конденсатор біз әлі сіздермен өткен жоқ. Салдағы сабақта конденсатор өтетін боламыз. Осы пластинаның электр өрісінің кернеулігі қай бағытта бағытталады? Әрине плюстан минусқа қарап, мен былай сызып қояйын. Электр өрісінің кернеулік не екені естеріңізде болар. Немесе алдыңғы сабақта қарап көріңіздер. Кернеулік. Яғни осы жерде бір қандай бір заряд болсын, мынандай бір заряд бар. Плюс заряд болсын, осы плюс заряд бір немеге орын ауыстырсын. Екінші точкадан, бірінші точкадан екінші точкаға орын ауыстырсын. Яғни орын ауыстыруы мына бағытта. Осы зарядтың жасаған жұмысын тауып көрейік. Жұмыс ол F көбейтілген S косинус альфаға тең. Бұл жерде арақашықтық орын ауыстыру векторы S ол бірден еккейді. Мына бағытта көрсетіп тұрмыз. Күш қай бағытта әсер етеді? Егер кернеулікпен күшті байланыстыратын формуланы жазатын болсақ, ол F бөлінген Q. Не жерде бізде зарядымыз оң заряд, сондықтан да F күшінің бағыты мына кернеуліктің бағытымен сәйкес келеді. Демек, бұл жерде күшпен орын ауыстыру векторының арасында бұрыш 0-ге тең. 0 градусқа тең. Ал косинус 0-ді 1-ге тең, сонда бұл формуламыз А тең болады F көбейтілген S. Немесе мына қашықтықты, мына бір қашықты мен D деп белгілейін. Немесе ол А тең болады F көбейтілген D қашықтығы болады. Енді денеміз келесі үшінші траектория кетсін. Мұнда келді. Қозғалу траекториясы былай. Немен жазайық? Күшті жазайық. А1 болсын, А2 неге тең болады? А2 А тең болады F көбейтілген S косинус альфа. S орын ауыстыру векторы міне бізде көк сызықпен көрсетіп тұр. Күш бізде сол баяғы жасыл түспен. Яғни мына косинус альфа бұл S пен F-тің арасындағы бұрыш болып табылады. Енді бұл жазайық. F көбейтілген. Енді қараңыздар. S косинус альфа не жердегі? Мұны S болсын. Мұна косинус альфа. Бұның мынандай формула бар еді бізде. Іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы осы бұрыштың косинусын береді дедік. Косинус альфа бізде тең болады D бөлінген S. Бұл жерден S косинус альфа дегеніміз бұл бізде D-ға тең болып тұр. Яғни мына S косинус альфаның орнына мен F көбейтілген D деп жазалам. F көбейтілген D. Келесі денеміз бізде қызымен алайық. Мына жерге келді. Мына тұсқа. Бірақ мынада траекториямен келсін. Былай бетіп қалған 3 бөлікпен келсін. Мына А бөлігі, мына Б бөлігі болсын. Бұл жерде денеміз қандай болады? Формуламыз А3 тең болады F көбейтілген
S косинус альфа. Енді бұл жерде бізде 3 бөлікке бөлінген еді. Мынау 1А, АБ және Б, мына үшінші нүкте болсын. Б үшінші нүкте. Егер мыналардың әрқайсы проекцияларын алатын болсақ, мұны былай. Мынаның проекциясы ол мына аралық болады. Мына түзудің проекциясы ол бізде мына аралық болады. Үшінші түзудің проекциясы ол бізде мына аралық болады. Яғни бұл жер тағы да сол баяғы формуламыз келеді, f көбейтілген да келеді. Бұдан не шығады? Бір текті өріс кезінде зарядтың орын ауыстыруы траекториядан тәуелді емес, яғни только арақашықтан тәуелді болып тұр. Бұл бір текті өріс кезінде. Егер бізде өріс бір текті емес болсашы, мысал үшін бір текті емес өрісті тудырушы ол қарапайым зарядтың өзі. Мынандай бір бізде оң заряд бар, осы оң заряд өзінің маңында өріс тудырып тұр. Өрісі алдында көрсеткен болады, біз кернеулік векторлар бұлай. Мен қазір бәрін сызбай қойын, сіздердің жай естерін салып кетейін. Осы жерде, мына жерде бір нүкте, бірінші нүктеде болайық. Осы бірінші нүктеде бір заряд тұрды. Осы зарядты давайте алайық. Мына жердегі бір екінші нүктеге орын ауыстырайық, не болады? Заряд былай қарап орын ауыстырсын. Былай қарап орын ауыстырды. Енді қарап көрейік зарядтың жұмысын. Мынау бағытта F күш әсер етеді. Тура осы бағытта, себебі кернеулікпен F бір-біріне бұл жерде бағытта, себебі оң зарядтан шығып тұр. Енді немесе мына бір тұсты қарайық. Мына тұсты аса. Мына жер қарайықшы, мына жер дұрыс көрінетін сияқты сіздерге. Мына F күші, әсер етуші F күші. Енді зарядқа мына жерін әсер етеді. Заряд мына жерде зарядтың орын ауыстыру векторы бізде мына бағытта. Екеуінің арасындағы бұрыш ол бізде 90 градус. Жұмыстың формуласы бойынша А тең болады F көбейтілген S косинус альфа. Мынау F пен күшпен S-тің арасындағы бұрыш 90 градус, яғни альфа 90 болатын болса, косинус 90 градуста нөлге тең, жұмыс нөлге тең болады. Яғни мына 1 мен 2, мына плюс зарядтан бірдей қашықтықта болатын болса, яғни мына қашықтықтар R1 және R2 қашықтықтар бірдей болатын болса, онда ешқандай да жұмыс туралы біз әңгіме қозғамаймыз, жұмыс нөлге тең болады. Ал егер тура осына заряд, плюс заряды мына жерде бірінші нүктеден екінші нүкте сәл былай қарап алыс болса, онда орын ауыстыру мынау 1-дің немесе радиусы, мынау 2-нің радиусы. Орын ауыстыру только мына арақашықтық ғана болады. 2 радиустың айырмасы ғана. Бұдан шығатын қорытынды не? Электр өрісінің кернеулігі немесе кернеулік күші ол бізде консервативті күш деген. Консервативті күш деген не еді? Консервативті күш дегеніміз тұйық жүйеде сақталатын күш, немесе консерватив күштердің жұмысы, потенциалдық күштер деп өтеміз. Потенциалдық күштердің жұмысы траекториядан тәуелді емес. Яғни жұмыс дегеніміз, егер потенциалдық күштердің жұмысы болатын болса, ол потенциалдық энергияның өзгерісі теріс мәңгіме алынған еді. Потенциалдық энергиямен V потенциал 2 деп қойайын. Мына жердегі потенциалдық энергия 2 болсын. Мына жерде бірінші точкада V потенциалдық 1 болсын. V потенциалдық 2 минус V потенциалдық 1 болсын. Бұл потенциалдық энергия туралы потенциалдық энергияда біз айтып кеткен болатынбыз, көрсеткенбіз бұны. Не үшін мына жер минус болатын? Жоғарыда мен сіздер подсказка қалдырамын, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Енді жақшаны ашатын болса, бізде мындай теңдеу шығады. V потенциалдық 1 минус V потенциалдық 2 деген. V потенциалдық 2 деген. Осы жерін осы шамаларды Q зарядқа бөлетін болсақ, онда
А бөлінген Q тең болады V потенциалдық 1 бөлінген Q минус V потенциалдық 2 бөлінген Q болады. Осы жердегі А бөлінген Q-ді бөлек физикалық шама деп аламыз, оны U деп белгілейміз де, кернеу деп атаймыз. Электр өрісінің кернеуі. Өлшем бірлігі вольт. Ал мұнау потенциалдық энергияның зарядқа қатынасын потенциал деп атаймыз. Яғни мына жер потенциалдық 1 болатын болса, Фи1 сәйкесінше потенциалдық 2 бөлінген Q ол болады Фи2. Мұндасында мынауымыз Фи1, мынауымыз Фи2. Формуладан көргенде потенциалдық энергиялардың айырымы береді екен бізге кернеуді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.